қасиетті Түркістаннан екінші Мекке дейма, екінші Әл-Харам Қағба жер бар дейма, сол жерге барамыз. Бүгін осы жерде түнедік, ұйықтадық, шайымызды іштік. Ұстаздармен енді сол жерлерді көріп қайтайық деп отырмыз. Соны көреміз енді не болады. Қандай Қағба екенін көрейік. Қазақстанда екінші Қағбаға келдік. Жігіттердің әңгімесін айтып отыр. Тарихын оқысың ба? Жоқ, естіген ба? Сол өнеге қариялардан естігенім ба? Қорған естіген. Ладно. Заказ күтетіміз үстін алып тұрайын. Ағаштар әдемі. Қожалардың ішінде, әулеттің ішінде ең үлкен бабалар деп қастерлеп құрметтейді. Мына жерде қазір қарап отырсақ, Қожа Ахмет Яссауи ағамыздың өзі осында зияратқа келгендігі жөнінде хикметтерінен келтірілген екен. Ана сөзді естіп жүрміз ғой, бабам Қорасан келдім, арасан зиярат етейін деп есімді сұрасаң, мүшкіл халыны қылғайсын аңсан, рахмет көр, бабам Қорасан. Жаңа осы жерде жігіттердің айтуы бойынша, орын осы Қорасан атаның баласы осы Қағбаны осы жаққа көшіріп алып келген. Сонда Қорасан ата рұқсат бермей, тек қана көлеңкесін сызып алып, нақты жылын қазір білетін боламыз. Кейіннен бар осы жерде Қағбаның көшірмесі салынған деп келтіріледі. Жалпы осы жерде айтатын нәрсе кейін айтам. Бітсе, шабыт. Шабыт. Ана сөз айтып алғанда, шабытын келмей жатыр деп. Ана кісі тақи киіп келу кетті ме? Иә. Егер киім киіп келу кетсе, онда Алланың Расулы Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям тақи машина кетті, мен тақи киіп келемін деп ойлап келемін және. Ахмет Ханафия менде. Ұлды қызды болмай жүргендер осы жерге келіп шын тілеп ниетімен қызды болып ұлды болып бар. Кімнен сұрайды сонда? Алладан сұрайды. Бірінші Алла. Дұрыс. Әулие бұл Құдайдың сүйген құлы ғой. Қорасан ата. Ол қалай әсерін етеді? Түсінбедім. Ол қалай осы жерге келіп қана сұрау керек пе соны? Осы жерге келіп шын ниетпен сұрау, Алладан сұрау керек та. Тілегін береді әулие. Келді, шапанын киіп. Серік болсын ба бұл жігіттің аты? Енді қызды ұлды болдың ба? Бұяқта тарихы жазып тұр бабамыздың. Өмір тарихы. Қорасан ата кім болған, қалай қазақ даласын ислам дініне әкелген, кіммен тараған туралы айтылып кеткен осы жерде. Біз жаңа сен есімің кім еді? Серік болсын. Біз анау бұл жерді көп білмегеннен сұраймыз ғой. Біз жаңа біріншіше Окаш атаның басына барып ол жердегілер дінді Окаш атаға алып келген деп екеуін толықтырып жіберуге қойдың ба? Қалай болған соның негізі? Бұл бабаларымыз 8-9 ғасырларда қазақ даласына алғаш ислам дінін әкелуші болған. Үш бап әкелген ғой қазақ даласына. Әбдірахим бап, Ысқақ бап, Әбжәлел бап. Осы ағайынды бауыр әулие жаңында қазақ даласына, Орта Азияға, Қазақстанның оңтүстік жағында, орталығына ислам дінін әкелген. Таратып келген осы жерге. Сол Әзіреті Әлінің алтын шырпағы Қорасан атамыз. Білеміз ба? Тастарда Қожа Ахмет Яссауи бабамыздың Қорасан атамызға зиярат етіп келгенде айтқандары бұл тастағы жазулар. Хикметтерден алынған.
Bu kişiler Koca Ahmet Soy babamız Khorasan ataga tuğuşu bolup keledi köse. Жақын болып келеді. Осы да қожалар. Иә, қожалар, иә. Ысқақ баб деген әулие Khorasan атамыздың ағасы туған бауырлас. жаңағы ысқақ баб Khorasan баб деген кісілер ше бұл таба табиғинді көріп осы біздің даламызға келіп исламды жеткізіп түсіндіріп келген кісілер ғой. Дінге қызмет етіп дінге қызметке алғашқы нелер ғой. Алла рахмет болсын. Мынау рахмет тап таза ағаштар егіп Ағаш егілген бәрін қарап оны сулап осы жерге бәріне қарай. Бұл жерде жеміс талдар да бар. Кеп кетем деген адам үзіп жей береді. Рұқсат оның бәрінде. Бұл жерде ұлыма бұл кісі Khorasan атамыздың баласы Hüseyin атамыз. осы ішінде ма бізде? Сәлем бер. Сәлем бер. Khorasan атаға барады осы. Hüseyin, Khorasan атамыздың ұлы. Осы бабадан қараймыз. Сен өзің қожасың ба? Осы бабаның ұрпағын. Бұл кісіге бірінші сәлем беріп, Khorasan атаға барып не аламыз? Аға, сіздер сыңыздар аға. Кеттік шығынды. Аға, түлі кеп тұрып оқиды ғой, баған кірмейді ғой. Келіңіздер, сосын барып ана бабаға оқып сосын қайттан кеп оқиды ғой. Қайттан кіріп оқисыздар бұл жерге. Осы жерге. Бұл да әулие кісілер. Оқысайын аға. Ана жаққа оқимыз. Кезінде исламға қызмет еткен негізі тарихи орындар ғой. Бұл жерде дұрыс жолдар. жоқ қалай сақтап қалған Жаман ойламау керек бұраға. Тек жақсылық ойлау керек. Нақшбан. Бұл жерде әжелер бар, Khorasan атамызда. бір жерде жатыр екен ғой екеуі? Бұл жерде жатыр. Әкесі. Ja, бұл табиғиндер көрген кісілер бұл. Кіріңіздер. Қабірге келген кезде айтылатын дұғалар бар. Сіздер де біздей болыңыздар, біз де сіздер сияқты болыңыз. Бұл жерде Khorasan атамыздың қабірі. Осы жерде бабаларымыз жатыр. Қасында жатқандар ұрпақтары. Бабамыздан қарайтын, имам болған, әулие кісі болған кісілер бұл жерде жатқан. Енді бап Khorasan атамыз жатыр. қай жерге отырамыз? Енді мына көрбешеге Жатқан жер осы жер ма? жатқан жерлері осы жер. Мына жердің бәрінде мазар болған. Мазар болған, Шетінен отыратын. оқи беріңіздер. Әулие келіп, Құран оқығанда өзі сауап. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون Kıyamet kayınlarının iman diye toplarını nasip ediyor. Allah Allah'ın başlarımızda türlü kesek sapattan, adasızlıktan, Allah Teala özünü anlasaklayasın. Rabbim bir özünü can, bir özünün cevabını sırayımız, özünden başkalarına muhtaç etse görmeyin.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال محمد وسلم برحمتك Amin. Allahu Ekber. мына кісі кім болып деді мынау бабалар деген бұл кейінгі айтқан ау деймін Ұрпақтары бабамыздың кейінгі сол осы осы жерге қойған заманда өскен иә осы жерлерде жатыр ғой бабаларымыз. 868 жылы келген екен. 8-9 ғасырларда қазақ даласына келген. 750 болса 700. мына жатқандар аттар жазылмаған ой ме? Ол аттар белгісіз болып кеткен ескі ескі қорымдар болған бұл жерде. Кейін 90 жылдары тәуелсіздік алғаннан кейін 93-те аталарымыз келіп қолға алған сөйтіп іздес жүріп тапқан осы жерде. Кейін 2005 жылы кесені қайта реставрация жасап кесенесін тұрғызған бабамыздың. мынау кесене бұрын тұр ғой бірақ соны кейін ремонттай салды ма или нөлден бастап салынған ба Нөлден бастап сол 1895 жылы аталарымыз сол барғы бабаларымыз салып кеткен және бабамыздың ескі кесенесін. Сол кезден осы 1895-те ме или 1995-те? 1895-те алғаш кесенесін салған кезде. Аяқта қазір бабаларымыз аралап болғаннан кейін апарып көрсетемін ғой. Кішкі пеш сауыты болған өз бабаларымыздың. Сол жерде қалап, сол жерде күйдіріп, кірпішті дайындап бабамыздың кесенесі қалған екен. Сол 2005 жылы реставрация жасаған кезде осы кесені қайта жаңартып салынғаны бұл. Бабалар ұрпақтары келіп бас қосып, сол Ташкент жақтан ұстара әкеліп, Хорезмі кірпіштерін әкеліп істеткен сырты бәрі сол сары кірпіш сол. Мына ескі кірпіштер сол алғашқы кесенені кірпіштері. мен сұрап отқаным сол ғой мынау бұрынғысы да мына сарылар кейін жаңағыдегі неден қайықтан әкелді деді ғой Хорезмнен әкелді. Хорезмнен алып келген мынау төбедегілер бірінші төбе кетеді ғой анау қар бар су бар жаңбыр бар жел бар бірінші төбесі кетеді ғой биіктігі қанша метр мынаны? Биіктігі біраз шығады, онша қатты білмеймін онша. 10 метр бар 10 метр бар ғой мынау ауа кіріп тұрады мынау сасып кетпейді 4 құбылақ неме? Сулар, сояққа апарамын еді, сол сияқты көрсетеді. Замзаммен ба? Енді кейін апарып көрсетемін, соны ішесіздер, не аласыздар. Келіп, діннің еңбегін жасайды да осы елге келіп ше. Енді пәлен ғасырдан бері адамдар ұмытпай Құранды еске алу керек. Мысалға да дұғамен еске алу керек. Ол тілеуқана, бабаларымыздың ені шипа іздеген перзент сұрап келген адамдар келіп, бұл жерде зиярат етіп түнейді. Не істейді? Бұл жерде жаңағыдай еміне шипа іздеген ауырған адамдар жаңағыдай тілегін тілесе болады. Алладан тынышы, әуелі Алладан сұрайды тілекті. Бұл не дейді? Бұл тілеуқанасы. Дұғалатын жері? Иә, сол. Дұғалатын жері. Көбінесе жағдайы жоқ, отбасы болуы мүмкін. Жаңағыдай еміне шипа іздеген, құрсақ көтермеген, қаншама жыл кезден көрмеген адамдар келіп түнейді жаңағыдай. Алладан таң атқанға шейін жаңағыдай дұға тілейді, Құран бағыштайды, намазын оқиды. Осы жердің бәрі жай намаз тұр. Ақмата тілеу бабаларға жауған ақматалар ғой жаңағыдай. Жаңағыдай ниет кісілерге береміз жаңағыдай қонақтарымызға. Ол жаңағыдай бабаларымыздың қасиетін берсін деп не аламыз ғой. Әрқайсымыз тарап береміз. Бабаларымыздың ақматасы бұл. Сол біреу жетер енді. Иә. Точно бола ма? Болады, ала беріңіздер. Тәбәрік. Теберік сол. Кебін. Кебін, иә. Бізден шілей Кебінге ұқсайды екен. Мен де соны ойлап қалдым, кебінді кім болған? өлмейтін болғаннан кейін шілей кебін туралы ойлай бермейді екен. Мәңгі жүретін болғаннан кейін. Қағба деген оғын жасалған. Қанша метр шығады мына жерден? Қазір апарып көрсетемін ол жерді. Күнәмізді кешір. Біз соғымның мойнымызда. Қанша нәрсе. Жасұлан қайда?
ішім күйіп бара жатыр да. Халыққа біз дінді дұрыс жеткізе алмайатқан себебінен неше түрлі нәрселер орын алып жатыр да. Өздерін мұсылман санайды, бірақ дұрыс емес нәрсе көп істеліп жатыр біздің елде ше. Ал түбі негізі асылында бұл кісілердің еңбегі бар дейсіз ғой. Біріншіден бұл кісілердің еңбегі бар, оны ешкім жоқ дей алмайды. Біз қарызбыз керек болатын болса. Бізге сол анау арабтың даласынан келіп Құран үйретіп, намаз үйретіп, Алланы танытқан бұл кісілерге біз қарыздармыз. Бірақ енді сол кісілердің басына белгі қойса, біз адамдар келіп бір Құранның дұғасын жасап, Алланың рахметін тілеп, одан кейін мынандай біздің бір үлкен ұстаз айтады да, әулие кісінің дейді, Құдайға әулие болғанда адамдар өзіміз кейбір басшыларды әулие қылып жіберуіміз мүмкін ғой мысалға адамдар. Мен айтайын деп тұрғам шынымен әулиелер ше ана Алланы таныған, Алланың жолында дұрыс жүріп өткен, мысалы жаңағы Қожа Ахмет Яссауи сияқты, Арыстан баб сияқты мына кісілер сияқты. Сондай кісілерге дұға оқып, басына келіп дұға оқып, бірақ Алладан сұраса дейді, Алладан сұраса болатындығын, дұрыс екендігін айтылған жер бар. Бірақ өкінішке орай бізде келеді да дұғасын оқыған кезде Құдайдан емес, анау жатқан кісіден сұрап кетіп, біз шатасып жатырмыз ғой. Түсіндіре алдым ба, түсіндіре алмадым ба? Жатқан адамнан сұрап кететініміз да Алладан емес ше. Соны бүкіл әлем жаратқан Алла тұрып, жаратылғаннан несін сұраймыз деймін да. Ол әулиелер тірі кезде олардың Құдайдан сұрағандар берілген. Олар адамдарға тірі кездерінде әулие кісілер тірі кезінде Құдайдан берілетін караматтарын көрсете алған. Сол кезде мысалға тірі әулие отырса, перзентім жоқ еді, бір дұға қылып бересіз ба Алладан десе, мысалға жаңбыр жаумай тұрады, Алладан бір жаңбыр сұрап бересіз ба, бізде сұрап жатырмыз, Тірі кезінде. сізде сұрап беріңіз деп тірі кезде келсе, бұны осылай пайдалану керек та. Жаңағы. Ал енді білмеймін ғой, қазір сол халыққа дұрыс жеткізе алмай жатырмыз ба. Өзім имам ретінде жаман ішім күйіп жатыр. Адамдарға дінді толық дұрыс жеткізе алмайды. Біз басқа нәрсені уайымдап кеттік па? Басқа нәрсемен алысып кеттік па? Және де енді екінші Мекке дегенде мен қалай естуші едім, өмірім бірақ көрмеппін. Мен де бірінші рет келіп сол естігеннен кейін көрейікші деп келатырмыз ғой. Не нәрсе екен? Мынандай нәрсе бар. Біз көбінесе біздің елде, біздің елдегі үлкен ауру кім? Баке. Біздің елдегі ең үлкен ауру бір нәрсені білмей жатып сыртынан айту. Қай салада болса да, қай мәселеде болса. Бір нәрсені айту үшін кел, көр, анықта, біл, сөйтті, мынау бұлай екен, мынау бұлай екен деп айтып. Көрдім деп па, зерттедім. Көрдім. Ана пәлен жерден естідім, түген жерден естідім. Емес. Сол дұрыс шығар. Айтады ғой, әңгіме айт қазірге. Десе, естігенді айтайын ба, көргенді айтайын ба десе не дейді? Көргенді, естіген өтірік болар дейді. Сондықтан көрейік. Не әңгіме отыр, не отқан. Ал енді екінші Мекке дегенде кейбіреулер айтады, Меккені көргендер осы жаққа келген кезде адамдардың бір-біріне деген ілтипатын, жаңағы осы кесенеге келген кезде, мысалы Меккеде жүрген кезде проблемаңызды ұмытып кетесіз ғой, айтқан кезде негізгі проблема Құдайға құлшылық болып кетеді. Сол адамдардың ара қатынасының көрігіп, мына Меккедегі жүрекке бір тыныштық береді екен деген секілді сөзден туындап, содан екінші Меккеден содан екінші Мекке болып кетті дейді. Ал негізі ол ақиқат па тұрғысынан біз былай сияқты екінші Мекке емес екен, зияратқа тек қана осы қасиетті мекенге ғана зиярат ету керек. Енді мүмкін сол бәріне белгілі үлкен атақты әулие жаңағы Қожа Ахмет Яссауидің басынан келіп хандарымыз келіп сол жерге жерленіп жатыр, билер келіп жерленіп жатыр ғой, шешендер, батырлар, жаңағы олар мойындаған ғой әулие екендігін мойындаған. Бірақ ол сол мен ойлаймын, ол хандар, бабалар екінші Меккеге жерленейік деп келген жоқ. Сол Қожа Ахмет Яссауи бабамыз
мынандай нәрсе бар еді. Кім? Мен неге бардым ғой? Ташкентке Төле би бабамыздың басынан Құран оқуға барып келдім. Бір емес екі рет бардым. Сөйтіп сұрастырып жатырмын ғой енді. Төле би бабамыз 8 жасында Құран жаттаған қари болған кісі екен. Енді ол адасуы мүмкін ба Қасеке? Құран жаттаған, 8 жасында Құран жаттаған адам, ол адасып бір нәрселерге шер жасап кетпейді ғой енді ол. Мысалға да, сол Төле би бабамыз Ленгірде өзінің, қазіргі тілмен айтып жатырмын ғой енді, өзінің туып өскен елінде қайтыс болған дейді. Бірақ дүниеден өтердің алдында айтқан екен, мені ұстазымның аяқ жағына жерлеңдерші деп өсиет қылған екен. Ұстазы кім ол? Шайхан Тахур. Ол кім? Омар ибн Хаттабтың 17-ші ұрпағы. Ташкентте жатыр. Қақ ортасында жатыр. Абай көшесінің бойында жатыр. Сонда Төле би бабамыз өзі әулие бола тұра, өзі елдің әбден қызметін жасай тұра, дүниеден өтейін деп жатқан кезде өзін қандай қылып жатыр ұстазының алдында? Ұстазын алып төмендетіп, ана ұрпақтарына ұстаз деген бірінші орында, ұстаздың құрметі жоғары болу керек, дегенді, ана менің ұстазымның аяқ жағына жерленді. Аяқ жағында жатыр. Басына барып дұғасын оқып құрмет жасап. Сонда айтайын дегенім, әулие кісінің қасында жерленуді бұрынғы өткен жақсыларымыз жақсы көрген. Өйткені ана кісілерге көп дұға оқуға келеді адамдар, бұларға да оқып кетеді. Соны ойлайды ғой, бұл жерде тәкаппарлық емес, мен бәрінен емеспін деп тұрған ал. Біз әшейін қарапайым адамдармыз деген өзін төмендетіп ұстанып тұрды. Бірақ адамдар сол қайтқан жақсыларға, елге, дінге қызмет қылып өткен жақсыларға құрметпен келіп дұға оқыған өте жақсы, дұрыс. Бірақ дұғасына не деп қосады десе, Алла тағала осы кешегі осы елімізді қорғап өткен, осы жерімізге білім беріп өткен, осы елге ұстаздық қылып өткен, осы елге әйтеуір барын салған жақсыларды рахметің алшы, жайын жәннаттан қылшы деп бірінші сол кісілерге Құранын бағыштап, дұғасын бағыштап алады да, одан кейін бар, Алла тағалам елді аман қыл, отбасына береке бер, Алла тағалам дұрыс жолмен ғұмыр кешірсін. Жақсы бір келгенде жақсы тілеу керек. Бір екі әйел кісі келіпті осы үйге, дәретке. Естігенім ғой дүкендерден. Сонымен біреу екеуі де ұлт тілеп келген ғой негізі. Сонымен енді шақшы келіп асығыс болып кетіп жатқан. Сонымен маған тілектерін алыңдар деген ғой, айтыңдар деп. Өйтсе біреу ұл шекесі торсықтай ұл бер деген. Екіншісі маған бір нәрсе бере салсын әйтеуір деген ғой, бір нәрсе. Сонымен босанып деге осы жақында да енді көп болмаған. Біреу шекесі торсықтай ұл тілеген ұлаған, екіншісі мис шекер, мис. Ұл емес, адам емес, сондай босанған ғой. Тілеген кезде дұрыс тілеу керек та. Енді ол, аңыз әңгімелер көп қой енді еліміз. Мынау бұл не ғимарат? Ол жаңа аңыздар бойынша Қағбаның көлеңкесін түскен орын дейді. Осы жер, Осы жер, мына жақта тарихы жазылып тұр. Оқып танысам десеңіз де болады. Енді ана жаңа сіздің айтқаныңыз еді ұстаз. Айтады ғой, үй алатын болса, жер алатын болса, құнарлы жер таңда дейді. Құнарлы жерде өнім береді. Үй алатын болса, көрші таңдайды. Көршің жақсы болса, сен де жайлы өмір сүреді. Сол секілді жаңа сіз айтқанда Төле би сияқты үлкен ұлыларымызда осындай үлкен әулиелердің жанында, ұстаздардың жанында жерленеді, қабірдегі көршісінің жақсы болғаны болады. Ол мына дүние түгілі қабіріндегі көршілердің дұрыс екенін таңдап. Арқадағы қанша хан батырлардың өздері мына жерлеріндегі қанша мал сарып келуіндегі мақсат, негізгі мақсаттар. Қанша адамда өре. Сөйтіп не айтып отыр? Мұфтиіміз айтып отыр ма? Көрші. Қағбаның көлеңкесі түскен орын бұл жер. Аңыз бойынша Қағбаның осы жерге көлеңкесі түскен. Бабаларымыз көлеңкесі сызып алып қалған кезде осы жерде алып қалған. Сол көлеңкесі алып болғаннан кері өз мекеніне Қағбаны апарып қояды, Меккедегі орнына. Сол көлеңкесі келіп, бабаларымыз, осы бабамыз мешіт тұрғызады екен, Қорасан аталарымыз. Сол заманы 8-ші, 9-ші ғасырлардан бері келе жатыр. Бұның қазір жасы 1100 жылдай уақыт асады. Ол топыраққа, ол мешіт болған. Осы жерде 5 парыз намазын өтеген, Құранын оқыған, дұғасын жасаған Алла тағала бабаларымыз. Кейін сол ертеректе кіші қажылығын өтейтін болған дейді адамдар. Және Меккеде қабаға мүмкіншілік, баруға мүмкіншілік болмаған адам және осы келіп, осы жерге зират етіп келіп, тәует ететін болған дейді. Аллаға құлшылық жасап. Келіп тұра ма адамдар бұл жаққа? Адамдар келіп тұрады және. Өзі мынандай да серік болсын. Қажылық деген нәрсе, ол Қағбаны 7 рет айналып, 2 рәкат намаз оқиды. Сосын умра жасайтын болса, мысалға Сафа Марва деген төбеде 7 рет жүру керек.
Ана жерге қажылыққа келген адам не істейді енді? Осыны 7 рет айналып болды ма? Типа жақта айналмайды. А не істейді? Қалай жасайды? Аллаға тәубе етеді, Аллаға құлшылық жасайды, тәубе етеді. Соны қалай құлшылық қалай жасайды деген ғой жаңағыдай. Құран бағыштайды, 5 парыз намазын өтейді, дұғасын жасайды деп бұл Соны жерде. ше, енді менің ойымда, Иә. қажеке, келген адамдарға ше, қажылық өтеуге келеді демей-ақ, зиярат етіп келеді десе қалады. Өйткені қажылықтың шарттары Зиярат етіп келеді ғой сол. сен де соны айтсаң ше, енді бәрібір екеуміз бауырымыз ғой. Мысалы үшін, сен білмеген нәрсе мен біліп қалуым мүмкін, мен білмеген сен біліп қалуым мүмкін. Бірақ мен өзім қажылықта қызмет қыламын да, мен келген адамдарды қажылықты бастаймыз ғой ихрам киіп. 7 рет айналғаннан кейін Сафа Марваны жүріп, шашын алмаса бар ғой, мысалы мынау кісі келді да, мен Сафа Марваны жүрмеймін деп кетсе бар ғой, мен айтамын сенде қажылық жоқ. Шарт толық орындалған жоқ қой. Ол бәрі бастап, аяқта дейсің да. Енді мына жерде қазір просто саған ертең бір адам келіп қалды, мен сенің бауырым ғой. Басқа бір ойы бір дұрыс емес адам келіп саған қажылық десең бар ғой, шарттарын түсіндір десе, сен жаңағыны айтасың. Тәубе етеді, Құран оқиды. Бұл қажылықтың шарттарына кірмейді ғой дейді да саған одан кейін ше. Жалпы Өтірікші болып қаласың. жалпы қажылық деген нәрсе бар ғой. Бұл жаңа Қағбаны айналады. 7 рет. Сол қажылық дегеннен көрші зиярат етіп келеді десең. Одан кейін бағана айтқым келген нәрсе мынау еді. Мынау аталарымыз, кеше Арыстан ағамыз айтып жатыр да, осындай қасиетті орындарда жаңағы әулиелеріміздің бастарына барған кезде кісілер дұрыс ақпарат берсе бар ғой. Білесіздер ма, бұл жерге Россиядан да келіп жатыр, Бішкектен де келеді, Ташкенттен де келеді да. Сіздер сол жақтан келген адамдар ойлайсың ба сен? Ташкенттен сонша 1000 километрден келген адам ақымақ адам келді деп ойлайсың ба? Информациясы бар адам келеді ғой. Оған келіп сен жаңағы қажылық деп отырсаң бар ғой. Ол дұрыс түсінбей қалуы мүмкін да. Мін сосын кеткеннен кейін не дейді? Қорасан атамыздың басында бір нәрселер талқыласаланып отыр деген секілді артық сөз кетпес үшін бар ғой. Лучше жаңағы енді Пайғамбар саллаллаху алейхи сөзі не дейді? Пайғамбар саллаллаху алейхи айтады. Тауаф әлемде бір-ақ жерде жасалады дейді. Не дейді? Қағба. Қағба бар ғой. Тауаф бір-ақ жерде жасалады дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи. Ол Қағбаны айтады. Одан кейін сүйетін таста біреу бар деп сол тасты айтқанда. Енді мына жерге келгеннен кейін сіздер соны жаңағы өйстіп айтып отырсаңдар бар ғой. Ол қажылық Меккеде жасалады. Оның шарттары бар, 5 миқат бар мысалы. Оның шарттары Сафа Марва бар. Біз бұл жерге келген кезде қажылық деген нәрсені тіптен қоспай-ақ қойсақ. Өйткені кез келген білімі бар адам, сенің сөзіңде қателік бар байқап қояды. Өйткені қажылық мықты емес. Мен қажылық қояды емес. Лучше жаңағы тәубе етеді бар, айтып отқан нәрсеңе Құран оқуға керек. Ең дұрысы, негізі, мына әулиелер біз мойындаймыз. Оларды мойындаймыз да, бірақ мысалы Қорасан ата келіп, осы жерге келсең мынандай болады деген сөздер бар ма десең, ол кісілер ондай айтпағанда, біз енді не істейміз? Әулиелерімізге тіл тигізіп қоюымыз мүмкін да. Дұрыс түсіндіре алдыңыз. Дұрыс айтасыз. Бас мүфтидің бұйрығымен сол сыртын өзгертуге бұйрық береді. Осы жерде тек қана Қаба бір жерде ғана сырты қаралау болып тұрған. Ол сонда қай жылы ауысты сонда сырты? Сырты 2022 жылдың сәуір айында. Ол жақында ауысқан екен ғой. Жақында ауысты. Бұны бұрын мынандай еді Арыстана. Адамдар келіп, жаңағы шынымен қажылық деп түсініп қалған ғой. Айналып бірдемелер істеді ғой. Кейін кішкене не болып кетті, түсініспеушілік болды да содан кейін. Дейміз кеп түсіндіріп айтқан екен онда, иә. Мына түсін жаңағы қара қылып. Жалпы мына осы жерде жүрген мына жігіттерге кім Жасұлан, сен де мына жерде жақсы тіл байлығың бар жігіт сияқтысың ғой. Деген адамдарға келген кезде бар ғой. Біз жерге кіші қажылыққа келеді деп айтпаңыздар. Өйткені зиярат етуге дейміз ғой. Зиярат етуге. Қажылық деген сөзі бар ғой. Өзіміз де зиярат етіп кеттім ғой мен мысалы өзім. Базар жоқ братан. Соны ше, жаңағы кіші қажылық деген нәрселер бар ғой. Мынау Қағба, ол сөздер қозғасаңдар бар ғой. Мысалы кәме саған бір-екі сұрақ қойсам, сен жауап бере алмай қаласың. Өйткені мен сен сұрады ғой қажылыққа барғансыз ба деп. Мен сол жақта жүремін. Мен қажыларға қызмет қыламын ғой. Мен сол жердің шамалы тарихын білеміз ғой. Қағба жайлы информацияларды білемін да мен. Ибрахим алейхиссаламның салғаны, мысалы оның мына бұрышында Йемен бұрышы деп Хаджар Асвад деп айтатын деген секілді. Мына жағы жаңағы Мультазам бар мына жерде. Мына жағында Хижр Исмаил деген нәрсе бар деп ше. Келеді ғой. Енді сіздерде ертең бір алыстан бір кісілер келіп бір-екі сұрақ қойып қойса бар ғой.
Емейміз ғой біз. Білмей қаласың, сол үшінші сіздерге кішкене білім алған жақсы болады. Бұл енді сіздерге мен бауыр ретінде айтып жатырмын. Ар жағында осы естіп алғанымды ұрып жүре беремін десең бар ғой, ол да сенің еркің. Жоқ. Бірақ Жасан, Иә, жерге біз Шымкенттен зиярат етіп келіп отырық қой. Мен де сол сіз жақсы кісілер болғасын еріп әңгімелерді тыңдайын деп шықтым айтып қайтайын деп тұрамыз. Бірақ бұл жерде мен несі мықты екен мына не әйтеуір ағаларым көре бермейміз жақсы бұл кісілер. жерге ше Москвадан келеді. Мен білемін, Бішкектен келеді. Ташкенттен келеді. Үлкен автобустармен келеді да. профессорлар келуі мүмкін мысалға. Сол жерден келген адамдардың ішінде ше білімдісі болмауы мүмкін емес. Білімді ғой. Аллаға рахмет. Жасұлан сол кезде Алла. бір алладан сұрау керек екен Иә. Алладан ғой бәрі. бұл кісілер бабаларымыз Баба себепкер ғой, әулие кісілер ғой. Бұнды жақсы таратқан. Бисмилlah. 7-8 метр бар ғой. Үштің шелік деп болады. Судың биіктігі 1 метрдей. Бәсе қатты неміз екен. Бисмиллахиррахманиррахим. жігіттер қалай өзгертеді екен оны сен Ha? қалай өзгертесіңдер мысалы Қалай Жоқ, Хазірет муфтидің өзі келіп, түсіңіз бұрын негізі ашуын сұрады анау. Ана бір ата келіп, қап-қара мынау кәдімгі қағба секілді ше, сыртын жүгіріп айналып жүрген видеосын көргем. Сол кезде біраз видео шығарып, кейін не қылған ғой. Енді ел ішінде бәрібір жатпайды ғой, бүкіл мұсылмандар көтеріледі ғой. Қандай қағба ол тағы да деп ше. Жалаңға сұрамай аңдың сыртқа тағы еще уағыз айтасың тағы. Күніге не проблема бар бұл? Әулиенің басына жалаңға сұрамай келуге болмайды ғой. Құрметтемейсің аруақты. Дұрыс бұл. Аруақты құрметтеу керек қой. Бұл. Анау бір нәрсені айта кетейік мына балдарға, жастарға. Мына кейбір жерлерде қасеке, кейбір жерлерге барғанда анау ағаштарға мата байлап тастайды ғой. Сол мата байлау ағашқа қайдан шыққан тарихы бар екен. Мен бір кісіден естідім да. Сол кісі айтады, баяғыда адамдар жол жүрген кезде алдына кетіп отыратын кісілер болады екен да. Жолды барлап жүретін. Сонда солар жаңағы ол кезде ағаш көп емес қой енді. Бір айда да бір ағаш табылса, сол ағаштың оң жағына жіп байласа, ананың белгілі матасы да. Сонда ана келе жатқанымда мына алдында кеткен кісінің оңға қарай бұрылғанын біледі. Ол анау айдадағы ағашқа байланып тұрған жіп, мына адамдардың керуеннің алдында жол көрсетіп жатқан адамның оңға солға екендігін белгі беріп жатқан жіп екен. Ал енді қазір біреулер, қазір бізде кейбір адамдар сауатсыздықтың кесірінен жәндегі айдада бір ағаш тұрса, барады жіп байланған жіп байланған бұтақ не болып қалып жатыр? Солып қалып жатыр, қорап кетіп жатыр. Не үшін байлады десем, білмеймін. Бұрын байланған ғой. Бұрын байланды, бірақ ол жол көрсету үшін ғой. Кейін келген адам шешіп кетеді ғой. Болмаса ол да артымызды қалдырып кетеді. Біз былай бұрылдық. Осы жерден деген сияқты. Белгі ойлашайын. Бірақ мен мына жігіттерге рахмет айтқым келіп отырғаны, мына жерде бір ағашқа жіп байлатпай жатыр да. Мата жіп байлатпай. Соған риза болып отырмын. Жемісін беріп тұр маған. Айтады тағы да, қалаған жемісті алып жесең де рұқсат тығып қойды да жаңа. Мына қарасаңызшы. Қай ағашта байлап тұр? Мынаны көріп есіме түсіп қалды да жаңағыдай матаның байланған. Болмайды, ағашқа жіп байлаған болмайды. Өлтіресің ол ағашты. Сосын мынандай нәрсе да. Ол айда тұрған ағашты сен ектің ба? Сен ектің ба? Онда неме байлап өлтіре береміз оны? Өзің еккен жоқсың ағаш. Өзің еңбек қылған жоқпыз. Біреу еңбек қылып ағаш егеді да, су құйып біраз уақыт қарайды. Ана көгер өсіп кеткеннен кейін барады да ағаш жіп байлаймыз да өлтіре саламыз да біз. Өзіміз ағаш екпейміз. О Алла. Ал онда қозғалайық. Зиярат етуші кісілер ғой. Зиярат келеді адам. Жалаң